Ölümdü естеген ибадат. Ölüm özü hakikat. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dinin qarаңыз. Ölümdü siz estesеңiz, erте келбейт. Gün сайын estesеңiz, bugün келip қалбайт. Ölümdü unutup, esingizden çıkarıp koysanız, sizді unutпайт. Al kечikпейт. Erте дағы келбейт, кечигип дағы келбейт. Öz uçurunda келет. Adашып дағы келбейт. Özüne келет. Kimге Allah çeçim çıkarsa özüne келет. Ölümdü естегеннің bir пайдасы қандай болды? Nafsini жеңе алабыз. Nafsini сындыра алабыз. Ölümdü естегенде ибадатқа бекен болабыз. Тобаға бекен болабыз. Арам нәрселер таштаған жеңіл болады. Қачан біз ölümdü естесек? Пайғамбарымыз бекер айтқан жоқ. Ошон үчүн айтат, кимге насаат керек болса, мага насаат айтып коюңузчу. Мага бир насаат берип коюңузчу. Мага бир насаат. Пайгамбарыбыз не деп атат? Ай, насаатка өлүм жетишти. Насаатка өлүм жетишти. Өлүмдөн өткөн насаат жок. Ошон үчүн муту кобилан тамуту дейт сахабалардын сөздөрүнөн. Өлгөндөн мурда бир жолу өлүп көрүңүз. Өзүңүздү өлүктөрдүн катарына бир эсептеп көрүңүз. Кандай болот эле депчи. Ошондо ана биз тилибизди тыя алабыз, жүрөгүбүздү тыя алабыз, алкымыбызды тыя алабыз, арам нерселерден сактаныш жеңил болот, ибадаттарга күч кубат болот.